Қайырлы күн, қымбатты тыңдарман. Мен сіздерге өте әсерлі, шынайы оқиға ұсынбақпын. Соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Бұл шығарма өте әсерлі және әрқайсыңыздың жүректеріңізде ерекше сезім қалдыратын өте әсерлі шығарма. Мәриям некесіз туған деген сөзді алғаш рет 5 жасында естіген. Мұны бейсенбі күні естіген сияқты. Өйткені Мәриямның мазасы қашып, дегбірсізденіп кеткен еді. Оған себеп әр бейсенбіде Жәлелдің оны көруге лашығына іздеп келетіні. Ондайда Мәриям белуардан келетін қою, бітік көк шалғын арасынан қол бұлғап, Жәлелдің алдынан жүгіріп шығатын. Сол мезгіл келіп жеткенше, алып ұшқан көңілін басу үшін орындыққа шығып, шешесі Нанаға ыдыс аяқтарды алып беріп, тасып көмектесетін. Бұл ыдыстар көне Қытайда жасалған. Нанаға анасынан бұйырған бірден бір жәдігер еді. Ол 2 жасында жетім қалған. Нана ақ және көк түс араласқан, ернеуі әсем иілген, сыртына торғай мен бамбуктың суреті салынған шәугім. Тіл көзден сақтайтын айдақар суреті бар қант салғышын жанынан артық көретін. Дәл сол қант салғыш Мәриямның қолынан түсіп кетіп, парша-паршасы шыққан. Оның шағылған көргенде Нананың жүзі қызыл күреңденіп кетті, ерні дірілдеп. Әдеттегі мейірімді қос қарашығы Мәриямға сұқтана қалды. Нананың долдануынан қорыққан қызы оған тағы да жын жабысып алды ма деп алаңдады. Әйтсе де бұл жолы жын келмеді. Анасы Мәриямның білегінен тартып, тістерін шықырлата қайрап: «О, харами, қиналып баққан еңбегімді осылай өтегенің бе? Асыл дүниемнің быт-шытын шығардың, арамнан туған шата неме», деп балағаттай жөнелді. Ол кезде Мәриям шешесінің сөзін түсінбеген еді. Харами дегеннің мағынасын білмейтін. Дүниенің әділетсіздігін түсінуге, айыпталуға тиістілер шаталар емес, керісінше сол шаталарды тапқандар екенін танып білуге қауқарсыз сәби еді. Сөйте тұра шешесінің харами деп тілдеген кезіндегі сықпытына қарап, мұның масқара жеркенішті бірдеңені білдіретін сезді. Ол бәлкім шешесі үй сыпырғанда қарғап-сілеп тұрып сыпырып тастайтын таракан сияқты жеркенішті жәндік болса керек. Мәриям есие келе Нананың бұл сөзді ашуын тарқату үшін ғана айтатынын түсінді. Харамидің елеусіз біреуге қаратыла айтылатынын, өзінің де дәл сондай ешбір жан мойындамайтын, жұрт қатарлы махаббатқа, жанұя мен мейірімге бөлену қақысына мәңгілікке айырылған ілікке алғысыз жан екенін білді. Жәлел Мәриямды ешқашан олай атап көрмеген, оны сүйкімді гүлім дейтін, құшағына алып хикая айтып бергендегі құп көретін. Бір жолы ол Мәриямның 1959 жылы туғанын, туған жері Гераттың бір кездері парсы мәдениетінің бесігі болғанын, онда көптеген жазушы, суретшілер мен тақуалардың өмір сүргенін әңгімелеп берген. Ақындардың көптігі сол: аяғыңды сәл көтерсең болды, әй-шәй жоқ, бір шайырдың басына теуіп салып қарап тұрасың, деп қарқылдап күлген. 15 ғасырда өмір сүрген Гауһар Шад бегімнің Гератқа деген махаббатын әйгілеп, әсем мұнаралар тұрғызатыны жайлы хикаясында айтқан еді. Онымен қоса Гераттың көсіліп жатқан жап-жасыл атыздарын, құлпырған бау-бағын, сабақ-сабақ самсап тұрған жүзімі мен жүзім бағын, адамдар иін тірескен базарына Мәриямға тебірене баяндаған. Онда бір пісте ағашы бар еді, деді Жәлел бір күні. Сол ағаштың саясына ұлы шайыр Жәми жерленген. Ол еңкие түсіп Мәриямның құлағына сыбырлады: «Жәми 500 жыл бұрын жасаған. Сені сол жерге, дәл сол ағаштың түбінде апарам. Бұл пәниге келген 15 жылында Гератқа жаяу-ақ жетіп баратын жерде тұрғанмын. Ол ағашты әйгілі
мұнараларды жақыннан көру оған еш бұйырмаған. Гераттың бақшасынан жеміс үзу, атызын аралап серуендеу нәсіп болмады. Бар болғаны, Жәлелдің осы тауқыметі әңгімелері басталғанда қызыға тыңдаумен тынады. Әкесінің көп білетініне таңданады. Осындай білімді әкесі болғанына тебіреніп, көкірегіне мақтаныш кернейтін. Не деген өтірік бұл дейтін. Нана Жәлел өткен сайын байлардың көпірме сөздерде ақшасы сияқты көп болады екен. Ол сені ешқашан әлгі ағаштың түбіне апарған емес. Оның құрғақ көпірмесіне сеніп қалма. Сол қадірлі әкең бізге қиянат жасады. Бізден баз кешті. Өзінің хан сарайындай үйінен қоқыс шығарғандай сыпыра салды. Сонысына риза тағы. Бұл сөздерді Мәриям шарасыз тыңдайтын. Нананың Жәлел жайлы осы сықпытты сөздерін естігісі келмейтін, айтуға еш бата алмайтын. Әкесімен бірге болған кезінде ол өзін жетім санамайды. Әр бейсенбіде Жәлелмен кездесіп бірге болатын. Сол 1-2 сағатта ол әкелген тарту сыйлар мен жүзіндегі жылылықты көріп, өзін өміріндегі бар сұлулық, ілтипат атаулыға лайық және соған ие болғандай сезінетін. Сол үшінде ол Жәлелді жақсы көретін. Ол тіпті әкесінің басқа бір отбасы барын білсе де, бәз баяғынша оны жақсы жақын тарта беретін. Жәлелдің 3 әйелінен заңды 9 баласы бар. Мәриям олардың біреуін де танымайды. Ол Гераттағы байлардың бірі, кинотеатрда бар. Оның кинотеатрын көрмесе де, Мәриям Жәлелдің айтқандарынан театрдың ақ әрі көгілдір түсті кірпіш қабырғалары, оқшауланған балкондары мен кресло орындықтары барын, кинозалдың қос қабаты есігіне үнді фильмдеріне арналған постерлер ілінетіндігін де білетін. Жәлел оған сейсенбі күндері балалар кинотеатрда тегін балмұздақ жейтінін де айтқан. Жәлелдің сөздерін естіп Нана мырс етті. Ол кеткен соң Мәриямға келемеждей тіл қатты. Елдің балалары ақсыз балмұздақ жепті. Сен не жейсің? Мәриям, балмұздақ хикаясын ба? Кинотеатрдан басқа Жәлелдің Карах пен Фареде, жер учаскелері, 3 кілем дүкені, киім-кешек дүкені, оған қоса 1956 жылғы қара түсті бүйік көлігі бар. Гератта таныс білгісі, жетерлік өрісі кең. Қала мері, губернатормен де дос, аспазшы, шопыры, 3 бірдей үй қызметкері бар. Нана жүкті болып, іші шыға бастағанша сол үй қызметкерлерінің бірі болған. Нананың айтуынша бұл іс бүкіл Гератқа таралып кетіптіміз. Жәлелдің туысқандарынан қан төгеміз деп қасам ішіп, әйелдері Нананы үйден қуып шығуды талап етіпті. Гүлдаман қыстағында тас қалаушылықпен айналысатын әкесі бұл масқараға шыдамай, Нанамен арасын үзіп, буынып-түйініп, Иранға баратын автобусқа мінген. Беті үшті-күйлі жоғалыпты. Кейде деді Нана, аулада тауықтарға жем шашып тұрып, әкем мен бауыздап өлтіріп, намысын сақтап қалған болса ғой деп ойлап кетемін. Сөйтсе дұрыс болар еді. Ол тағы да бір шөкім жемді шашып жіберіп, ас кідірді де Мәриямға қарады. Саған да жақсы болар еді бәлкім. Өзіңнің қандай адам екеніңді білуден құтылар едің. Бірақ менің қоян жүрек әкем ондай ерлік жасай алмапты. Оны мен қоймай, Нана Жәлелдің де сонша батылдығын жоғын әйелдері мен туысқандарының алдында қолымен істеген мойнымен көтерудің орнына абыройын қорғап, жең ішінен саудаласып бітіскенін айтады. Ертесінде ол Нананы қызметкерлер бөлмесіндегі көрпе жастығын жинауға бұйырып, шығап салынған көрінеді. Оның өзін қорғау үшін қатындарына не деген білмепсің. Мен оны жолдан тайдырыппын. Бар кінә менде екен. Көрдің бе? Міне, осының бәрі дүниеге әйел болып келгеннің кінәсі. Нана қолындағы жем салынған ыдысты жерге қойып, саусағымен Мәриямның иегінен көтеріп, маған қара, Мәриям деді. Мәриям шарасыз оған қарады. Айтқаным есіңде, берік сақта қызым. Компастың тілі қашанда
солтүстікті көрсететіндей, еркектердің күйе жағатын саусақтары қай кезде де әйелдерге бағытталады. Қай кезде де. Мұны есіңнен шығарма, Мәриям. Жәлел мен оның қатындарының алдында мен бір улы тікен ошаған сияқтымын. Сен де сондайсың. Маңдайыңа тумай тұрып ақ сондай тағдыр мөрленген. Ошаған деген не деп сұрады Мәриям. Арам шөп деді Нана. Мал да жемейтін. Мәриямның қабағы қарс түйілді. Жәлел оны арам шөпке баламайды. Ешқашан ондай ойда болған емес. Дегенмен ол өзінің наразылығын жасырып білдіргісі келмеді. Арам шөпке ұқсамайтын бір жерім, себебіңнен ас ішіп жүрмін. Жәлел үй ішіндегілермен солай сөйлескен. Нана өзінің Гератта өмір сүргісі келмейтінін айтты. Мен мұнда қалай өмір сүремін? Оның маймақ қатындарын машинасына салып алып базар аралатқанын көру үшін бе? Ол тағы да өзінің Гераттан 2 шақырым жердегі әкесінің бос үйінде тұрмағанын, ол жерден алыс болса да көршілері мұның шартиған қардына көз сұғын қадап қарамайтынын, дөңгелектерін паш етіп масқараламайтын бір жерде өмір сүруді таңдағанын айтты. Маған сен, деді Нана. Әкең мені көзінен таса қылмағаннан кейін ғана көңілі жайланады. Өзінің күткені де дәл сол еді. Нананы бұл жерге қуып жіберуді Жәлелдің бәйбішесі Қадишадан туған үлкен ұлы Мұхсин ойлап тапқан. Бұл ара Гүлдаманнан алыс емес еді. Онда бару үшін Герат пен Гүлдаманның арасындағы күре жолды екіге бөліп тұрған дөңнің үстіндегі лай соқпақпен жүруге тура келді. Соқпақ жолдың екі жағы белуардан шалғын жасыл желек. Құлпырған гүл бәйшешектен қош иіс аңқиды. Жыландай иреленген бұл соқпақ дөң арқылы өтеді. Қурап қалған ағаш бұтақтары мен бітік бұта бүргеннен аяқ алып жүргісіз. Бір-біріне шырмалып, өскен жабайы бұталар ары қарай жазық алаңқайға тұтасталады. Дөң үстінен Гүлдамандағы жел дерменмен мүжілген қалақшаларын төменде кеңінен көсіліп жатқан Гератта көруге болады. Бұл соқпақ Гүлдаманды айнала қоршаған Сафедох деп аталатын, таулардан тарамдалып келетін өзенге кеп тірелетін, балығы тайдай тулаған өзен десе артық болмас. Өзеннің бірнеше жүз метрдей жоғары тұсындағы тау баурайында оратыла бітік түскен тоғай көрінеді. Сол тоғайдың ортасында алақандай бос жер бар. Жәлел бұл жерді көру мақсатында бір рет келген. Нананың айтуынша ол қайтып келе салысымен бейне аппақ қабырғалар мен тап-таза еденін мақтап жатқан түрме қызметкеріндей бұл жерді аузы аузына тимей мақтай жөнеліпті. Сонымен ол сен екеумізге де осы тышқанның інін жасап берді. Нана 15 жасында тұрмысқа шығуға шақ қалыпты. Сөз салған жігіт Ауғанстанның батысында орналасқан қаладағы ұзын құйрықты тотықұс сатумен жан бағады екен. Нана немқұрайлы айтқанмен Мәриям оның сол бір хикаяны айтам дегенше көзінде қылаң берген жарқылдан оның сол жігітке түйігі риза болғанын, той қамы сол болғаннан сол күндер оның өміріндегі ең бақытты сәттер болғанын түсінді. Мәриям Нананың құшағында оның әңгімесін тыңдай отырып, той күні оның қолына қына жағып, өн бойын күміспен күптеп, шашын өріп, жасыл түсті той көйлегімен ораған жаулығының астына қымсына күлімсіреп, ат үстінде отырған бейнесін көз алдына елестетті. Одан әрі музыканттардың сырнайлатып, кернейлетіп, көшедегі балалардың бірін-бірі қуалап, шырқырасқан дауыстарын естігенде күй кешті. Тойға бір апта қалғанда Нанаға жын жабысыпты. Мұның қандай жағдай екенін Мәриямға түсіндірудің қажеті шамалы. Ол Нананың кенеттен құлап денесі жиырылған қарашыға аларын, тұла бойында бірдеңке шыбырлап жүргендей аяқ қолы дірілдеп, аузынан қанды көбік аққан сәтін талай мәрте көрген. Артынша басы айналып, есін жоғалтып, сандырақтап сөйлейтін әбден біледі. Бұл хабар
шиндантқа жеткенде Тотықұс бағытының жігіті отбасындағыларға тойды болдырмай тастапты. Олар қатты қорқыптымыз деп сөзін аяқтады Нана. Той көйлегі көз көрмес бір жерге жасырылыпты. Осыдан кейін Нанаға сөз саларлық біреу еш жерден табылмапты. Алқап аясындағы бос жерге Жәлел ұлдары Фархат пен Мұхсинді ертіп барып, Мәриям үшін осы лашықты тұрғызып берген. Мәриям осынау қуықтай күркеде 15 жыл өмірін өткізді. Үйдің қабырғаларын сабан араласқан лаймен сылады. Үй ішінде 2 ағаш диван, бір үстел, бір жұп қатты орындық бар. Қабырғадағы сүрелерге Нана саз балшықтан жасалған ыдыстар мен өзі құнды санайтын шәугім кеселерін әдемлеп тізіп қойған. Бір бұрышта Жәлел қойып берген шойын пеш, одан әрі артқы қабырғаға отын жиналған. Аулада нан жабатын тандыр пеш, тауық кепесі бар. Бір кездері Жәлел бірнеше қой әкеліп, аула ішінде шағын қорада жасаған. Ұлдарына лашықтан 100 метр жердегі бұталар арасынан терең шұңқыр қаздыртып дәретхана жасатқан. Осынау аядай тамды аздан ақы төлеп адам жалдаса тұрғыза салар еді. Неге екені Жәлел олай етпеді. Бұл оның кінәсі үшін өзін жазалау дейтін Нана. Айтуына қарағанда Мәриямға босанарда оның қасында ешкім болмапты. Бұл 1959 жылғы көктемнің жаңбырлы күндерінің бірі. Захир Шахтың 40 жылдық тыныш билігінің 26 жылы. Толғақ кезінде Нанаға тағы да жын жабысып алу қаупі бар екенін біле тұра, Жәлел дәрігерді тым құрғанда тауытқа жәрдемдесер бір пендені де іздемепті. Нана лашығында бір өзі қара терге түсіп, қолына пышақ алып, сыз еденде жатыпты. Толғақ қысқанда жастықты тістелеп, тамағы қарлығып, қанша айқайлады. Көзіме құйылған терді сүртер, таңдайыма бір тамшы су тамызар жан табылмады. Ол аз болғандай, сен де мынау жарық дүниеге келуге асықпай-ақ қойдың. 2 күн бойы мен сол бір суық еденде жатуға мәжбүр еттің. 2 тәулік нәр сызбадым, кірпік ілмедім. Бар болғаны қинала, ыңыранып, сенің сау саламат өмірге келуіңге дұға қылдым. Көп қиындық көріпсің, Нана. Екеумізді жалғап тұрған кіндікті де өзім кестім. Соған бола пышақты қасыма алып қойдым. Кешір мені, Нана. Әр жолы сөйлеп отырып, осы тұсқа келгенде Нана сырлы бір мағынасы бар күлкінің ыңғаймен жымиятын. Мәриям бұлай күлімсіреудің айыптау не шарасыз кешіру екенін ажырата алмайды. Өзінің бұл өмірге қалай келіп қалған үшін кешірім сұраудың ажырамас іс екенін пайымдап жатпайтын. Қалай болмасын, 10 жасқа толғанда бұл айтқандарына сенбейтін болды. Одан гөрі Жәлелдің хикаяларына, оның Нананы Гераттағы ауруханаға апарғанына, акушер әйел босандырып жарық бөлмедегі аппақ сәйеспен тысталған төсекке жатқызғаны туралы айтқандарына сенеді. Мәриям әлгі пышақ туралы айтқанда, Жәлел түңілген шырай танытып басын шайқады. Ол тіпті шешесінің 2 күн толғақ азабына қиналғанына да күмән келтіре бастады. Олар маған туыттың бас аяғы 1 сағатқа да жетпеген айтты, деді Жәлел. Сен өте мықты қызсың, Мәриям. Өмірге келерде анаңа еш қиындық тудырмадың. Ол мұнда болған жоқ, деді Нана ызалы бейнемен. Сен туғанда ол тақты сафарда достарымен ат мініп, серуен құрып жүрген. Нананың қыз туған естігенде Жәлелдің иығын қомдап қойып, атының жалын сипаған, достармен көңіл көтеруін жалғастырған. Сөйтіп, тақты сафардан 2 апта бойы келмей қойғанын да Мәриямға қалдырмай баяндаған. Шынымды айтсам, ол сені бір айлығыңа дейін қолына алып көрмеді. Кейінірек саған бір-ақ рет қарап, басы сопақ екен деп өзіме ұстата салған. Мәриям әңгіменің бұл тұсына да сенбеді. Рас, Жәлел шынымен ат мінуге кетіпті. Әйтсе де ол Мәриямның өмірге келгенін естігенде жайбырақат қалмапты. Қайта атына қамшы басып, Гератқа құстай ұшып жетіпті.
Мәриямды қолына алып, кішкентай бармақтарын қасы мен көзін аялай сипапты, әнмен әлдилепті. Мәриямның басы расында сопақ болса да, Жәлелдің олай дегені көз алдына елестете алмады. Нана, Мәриям деген есімді өзі қойған. Бұл есімнің шешесінен қалған тәбәрік екенін айтса, Жәлел мұны өзі ойластырған Мәриям әсем гүлдің аты екенін түсіндірген. Сіз сол гүлді жақсы көресіз бе деп сұрады Мәриям. Ол менен ұнататын гүлдердің бірі, деді Жәлел күлімсіреп тұрып. Үш дөңгелекті арбаның сықырлай қозғалған дыбысы Мәриямға сәби кезінен таныс. Күріш, ұн, шәй, қант, май, сабын мен тіс пастасы тегін сол арба әр айда бір рет бұлардың есік алдында пайда болады. Мәриямның өгей ағаларының екеуі Мұхсин мен Рамин арбаны сүйреп келетін. Олар жағалауы жасыл желекпен көмкерілген кедір-бұдыр соқпықпен кезек-кезек сүйрететін. Арықтан өтерде арбадағы заттарды қолмен өткізіп, судан өткен соң қайта тиейді. Одан былайғы 200 метрлік жол қою көк шалғын. Шөп арасынан бақалар шоршиды. Қара терге түсіп қиналған екеуі бет ауыздарына қонған шыбын-шіркейді қайта-қайта қағып, сілкіп әбігерленетін. Әкемнің үй қызметкерлері бар емес пе? Бұл шаруаны солар атқарса да болады ғой дейтін Мәриям. Үш қуыс адамның шарасыз тірлігі емес пе деп түсіндіретін Нана. Нана мен Мәриям арбаның сықырын естіп далаға жүгіріп шығатын. Міне, ас ауқат келетін осындай күні Нана жалаң аяқ қалпында босағаға сүйеніп, қолын қусырып тұрады. Күннен көзін сығырайта ұлдарға кекірейіп қарайтын. Қырқылмаған шашының ұйпа-түйпасы шығып, үстіне іле салған сұр түсті көйлегінің де дұрыс түймелемейді. Қалтасын жаңғақтай тастарға толтырып алады. Мәриям екеуі арбадағы заттарды тасып кіргізіп болғанша, ұлдар арықтың жағасында күтіп тұратын. Нананың атқан тастары бұларға тимесе де, олардың жақындауға батылдары бармайтын. Нана күріш қалтасын көтеріп бара жатып, Мәриям түсінбейтін сөздермен ұлдары олардың шешелерін қарғап сілейді. Бірақ олар сөз қайтармайтын. Мәриям олардың сонша жарықтан зілдей арбаны сүйреп келгендерін ойлап қамығады. Нананың бұларға бір кесе болса да су беруінен үміттенгенімен, шешесі ондай сыпайыгершілік таныта қоймайтын. Тіпті қол бұлғап қоштаспайды да. Бір жолы Мәриям Нананы қуантып қою үшін Мұхсинге қарап, сенің аузың кесірткенің артына ұқсайды деп айқайлады да, мұнысы Жәлелдің құлағына жете ме деп алаңдап кідіріп қалды. Шешесі сарғайған тістерін ақситып қарқылдай күлгенде Мәриям оның талмасы ұстап қалмаса екен деп алаңдады. Нана күлкісін әрең тиіп бұған қарады да, тауып айттың қызым, деді. Заттарды түсіріп алған соң жігіттер апыл-тапыл орындарынан тұрып, арбаларын сүйреп қайта жөнелді. Мәриям белуардан келетін көк шалғын арасында олардың қарасы өскенше қарап тұрды. Үйге кірмейсің бе енді? Қазір, Нана. Олар сені мазақтайды. Қылықтары сондай. Сүмелектердің масқаралай күлгенін талай естігенмін. Міне, келе жатырмын. Маған сенбейсің бе? Келдім міне. Білуге тиіссің. Мәриям, сені жанымнан артық көрем. Таң сәрден маңыраған қой мен гүлдаман шопандарының тау бөктерінде сызылта тартқан сырнай үні Мәриям мен Нананы ұйқыдан оятты. Олар сиырларын сауып, тауықтары мен жем шашып, кепеден жұмыртқа жинайды. Бірге нан жабады. Нана қызына қамыр илеп, тандырға от қалауды, нанды тандыр қабырғасына қалай жапсыруды үйретіп қойған. Оған қоса Мәриям шешесінен киім пішу, шалғам, қуырдақ палауын даярлауды, зімбір араластырып күріш пісіруді үйренген. Нана үйге қонақ келгенін қаламайтын. Өзіне таныс бірнеше жаннан өзге ешкімді де үйіне шақырмайды. Гүлдаманның ауыл әкімі Хабибиқан басы ожаудай, қауға сақалды, қарны жуан адам.
айына бір мәрте амандаса келеді. Әр рет қызметтеріне кейде тауық, кейде сарымсақ қосылған бұршақ палауын көтеріп әкелетін. Мәриямға түрлі түсті піскен жұмыртқа ала келуді де ұмытпайды. Сәлемдесе келе бірі Нана, Бибі деп шақыратын семіз әжей. Ол 6 келіннің біреуімен, бірі не 2 немересімен бірге келеді. Ақсаңдай ілбіп, есік алдындағы орындыққа отыра отырмастан жамбасын уқалай ыңыранады. Әрі жолы сыйлықпен Мәриямға бір қорап кәмпитпен, бір кәрзеңке айбала келеді. Әңгімесі денсаулығының нашарлап бара жатқанынан басталып, Герат пен Гүлдамандағы желдей гуілдеген өсек аяңдармен аяқталады. Келіні оның иық тұсынан сәл кейінірек жайғасып, үн-түнсіз құлақ қойып отыратын. Файзулла молда Мәриямның жәрделден кейінгі жақсы көретін қонағы. Гүлдаманнан аптасына 1-2 рет келіп, бала күнінде Нанаға Құран кәрімнен дәріс бергендей, Мәриямға Құран аяттарын жаттататын. Мәриямның саусақтарын ұстап Құран кәрімдегі әрбір сөзді көрсетіп, қалай оқуды түсіндіретін. Аузында тіс қалмаған аппақ сақалы кеудесінен жапқан молда лашыққа көбіне жалғыз, ал кейде қызыл шашты ұлы Хамзаны да бірге ертіп келетін. Олар ауылдағы терек саясында Нана берген тәрелкедегі қарағай жаңғағын жей отырып, шәй ішіп, дәрісті жалғастыратын. Орманның құйқылжытқан бұлбұлдың, торғайлардың сайраған үні естілетін. Кейде олар күзгі қураған сары жапырақтарды таптап, сайды бойлап, тау бөктерге қарай беттейді. Молда қолындағы тәспісін баяулата тартып, өзінің жас шағында бастан кешкендерін қоңыр дауыспен, баппен әңгімелейтін. Файзулла молда Мәриямға өзінің Құран аяттарының мағынасын толық түсіне бермейтін ашық айтатын. Дегенмен, ол арабша сөздерді дыбыстағанда естілетін мұңлы әуенді өте жақсы көретін. Бұл сүрелер сағанда жұбаныш сыйлайды. Мәриям, дейді Файзулла молда, мұқтаждыққа жолыққан осы аяттарды оқысаң, ісің оңға басады. Алланың сөзі саған ешқашан кедергі келтірмейді, қызым. Молда Мәриямға сан алуан қисаларды баяндап береді. Мәриямның сөздерін ықыласпен тыңдайтын. Кейде басын изеп, арасында күлімсіреумен Мәриямның пікірін талқылайды. Мәриям Нанаға айтуға аузы бармаған жүрек сөздерін Файзулла молдаға жеткізетін. Бір күні олар соқпақ жолда бірге келе жатқанда, Мәриям өзінің мектепте оқу арманы барын айтты. Мен де әкемнің басқа балалар сияқты мектепте оқығым келеді. Файзулла молда бір орында үнсіз тұрып қалды. Бір апта бұрын Бибі әже оған Жәлелдің қыздары Сақида, Нахиденің Гераттағы Мехри қыздары мектебіне оқуға баратын жайлы хабарды жеткізген. Содан бері мектеп, сынып, мұғалім, торкөз дәптер, сан бағандар, қара сиялы қалам сияқты сөздер Мәриямның ойынан бір кетпеген. Өзі құрбалас қыздарымен бірге сыныпта отырып сабақ тыңдаған бейнесін елестететін. Дәптерге жазуды армандайтын. Шынымен сондай ойың бар ма, деді молда, қолын арқасына айқастыра. Жасаураған сыпайылық есіп тұратын жанарымен Мәриямға елжірей қарап. Сәлдесінің көлеңкесі сарғайған ою табан гүлінің қауашағына түсіп тұрды. Ия, маған шешеңнің рұқсатын алып бер демексің бе? Мәриям жымиды. Бұл дүниеде Жәлелден басқа тек осы қарт молда ғана оның жан қалауын түсінер еді. Олай десең, мен қайтпекпін. Шексіз мейірімді жаратушы Алла пендесіне әлсіздікте де берген ғой. Талабыңды тоятар алмау сол әлсіздігімнің бірі. Мәриям, деді ол, қисайған саусақтармен маңдайынан жеңіл сипап тұрып. Дегенмен бұл жаңалықты Нанаға жеткізгенде, оның қолындағы сарымсақ турап отырған пышағы жерге түсіп кетті. Не дейді? Мектепте оқып не істемекші екен? Бұл қыздың оқитын ойы болса, бетінен қақпайық, білім алсын. Оқиды дейді, несін оқиды? Файзулла молда, деді Нана бірден. Мектепте үйренетін не бар?
Ол көзін Мәриямға қадады. Мәриям жерге қарап қалған бойда тапжылмай қалды. Сен сияқты қыздың мектепке барып оқуының пайдасы не? Ол арадан ештеңе ес қатпайтын бұлжырықты үйренесің. Бұл дүниеде сен екеуміз үйренетін бірақ нәрсе бар. Естіп тұрмысың? Оны саған мектеп үйретпейді. Бері қара. Қызым, оған бұлай айтпағайсың, деді Файзулла молда. Бері қара деймін. Мәриям басын көтеріп шешесіне қарады. Сенің үйренетін бірақ нәрсең бар. Ол шүкір ету. Несіне шүкір етемін, Нана? Сен шүкіршілік қылатын іс көп, деді шешесі. Нана Жәлелдің қатындарының өзін ұсқынсыз, арамтамақ тас қалаушының қызы деп қарғағандарын, қыстың қақаған суық күндерінде далада қолдары икемге келмей қатып қалғанша кір жуғызғанын айтты. Міне, бұл екеуміз сияқты әйелдердің тағдыры, Мәриям. Біздің осы күнімізге шүкір қылмасқа шарамыз жоқ. Айтқанымды түсіндің бе? Мектепке барсаң жұрт келеке қылады. Сені харами деп шақырады. Балағат естисің. Мен бұған төзіп тұра алмаймын. Мәриям басын изеді. Бұдан былай мектепке барамын дегенді тісіңнен шығарма. Менің сенен басқа ешкімім жоқ. Сені өлсем де оларға таптатпаймын. Енді мектеп туралы ауыз ашпа. Сабыр ет. Ондай жолсыздыққа қылмағайсың. Егер бұл қыздың оқу ойы болса, деп сөз бастады Файзулла молда. Сіз бар ғой, молда мырза, бұл қыздың ондай ақымақ қиялдарға берілуіне жол бермеңіз. Оған шындап күйінсеңіз түсіндіріңіз. Ол тек шешесіне және осы үйге тиесілі. Сыртта оған қасіреттен өзге ештеңе жоқ. Білемін, Файзулла молда, мен солай болатын жақсы білем. Үйлеріне қонақ келсе Мәриям қатты қуанатын. Ауыл ақсақалдарының сыйлықтарын алғанды, Бибі әжедің пай-пайлап тұрып айтқан қауесеттерін тыңдаған ұнайды. Әлбетте Файзулла молда келе қалса, тіптен мәз-мейрам болушы еді. Әйтсе де ешкімде Жәлелдің орнын баса алмайтын. Мәриям үшін сейсенбінің кеші бәрінен ұзақ сезілетін. Жәлелдің сауда қамымен болып, бейсенбі күні кеме қалама деп алаңдап, ұйқысы келмейді. Сәрсенбі күні аулада әрнені ойлап тауықтарға жем себеді. Гүл керіп бет аузына қонған шыбын-шіркейді қағып сілкіп, мақсатсыз шиырлап жүреді. Күн санаумен әрең жеткен бейсенбі келгенде тоған жаққа қарап қабырғаға сүйеніп отырады. Жәлел кешігер болса қиялы төңкеріліп, көңілі алаң басылады. Уақыт өткен сайын денесі зілденіп, қол-аяғы жансызданып, бір жері тауып жатып алатын. Нананың әне сенің әкең салтанаты жарасып, айбатпен келе жатыр деген естіген бетте орнынан атып тұрады. Күртесін иығына іліп, биік бітік бұта берген арасымен өрелеп келе жатқан Жәлелдің алдынан жүгіріп барғысы, етегісіне оралғысы келеді. Нананың өзін күзетіп тұрған теберінісінен сәл білдіріп қойса, қабағы қатулана қалатын білетіндіктен әкесі босағада сабырмен күтуге мәжбүр болады. Жәлел лашықтың алдыңғы алаңқайға келгенде күртесін тандырдың үстіне тастай салып құшағына кең жаяды. Мәриям оған қарай ақырын бір-екі аттап барып тұра жүгіреді. Жәлел оны құшақтай алып аспанға лақтырып ойнатады. Биікке көтеріп бара жатқан Мәриям төменнен қарап, езуін кере қарыс, аша қарқылдай күліп тұрған Жәлелдің самай шашын, бетпен аппақ түстерін көріп, сыңғырлай күлетін. Оның әсемдеп басқан мұртын, реті қырылған сақалын, күннің ыстық суығымен санаспастан киіп алатын қоңыр түсті костюмін жақсы көретін. Мәриям оның мойнына таққан қызыл галстугіне қызыға қарайтын. Жәлелдің көзінен өзінің бейнесін, төгіліп тұрған сүмбіл шашын, шаттанған жүзін, көкпеңбек аспанды көріп рақаттанатын. Нана қызының Жәлелдің қолынан жерге түсіп кетіп бара жатқан жерін жарқыратып ала да алмайды. Ал Мәриям Жәлелдің өзін жерге тастай салмайтыны еш күмән келтірмейді. Әкесі
күтіп көрген қолымен аман-есен қайда қағып аларына сенеді. Жәлел келгенде олар ауылдағы теректің саясына отыратын. Нана Жәлелге басын изеп, салқын сәлемдесті де оларға шай әкеліп берді. Жәлел оның ұлдарына тас атып, келекелегенін айтып жатпайтын. Нана Жәлелді сыртынан қарғап сілегенмен, өзі келгенде әдеппен сөйлеседі. Шашын тарап, тісін тазалап, ең әдемі жаулығын орап, оның қарасындағы орындыққа қолын тізесіне қойып, үнсіз отырады. Оған ешқашан тіке қарамайды. Әңгімеге дөрекі сөздерін араластырмайды. Күле қалса, сығырайған тістерін жасырын аузын бүркеп алатын. Ол Жәлелдің сауда жайы мен әйелдерінің амандығын сұрады. Бибі әжейден оның кіші тоқалы Наргизаның 3-ші баласына жүкті екенін естігенін айтатын. Жәлел басын сыпайы шұлғыды. Қатты қуанған шығарсыз-ау, деді Нана. Сонымен перзенттеріңіз нешеу болды? 10 ба? Иә, 10, деді Жәлел. Мәриямды қосыңыз, 11 болады деген сөз. Жәлел қайтып кеткен соң, Нана мен Мәриям тағы да араздасып қалады. Мәриям оның неліктен қасақана әкесін ызаландырғанын сұрады. Әр жолы шайдан кейін Мәриям Жәлел тоған жағалап балық аулауға баратын. Ол Мәриямға қай жерде тұруды, қармақты қалай салуды, жіпті қалай орауды, балықты қалай тазалап, қылтаны қалай ажыратуды, оған қоса қаламды қағаз бетінен көтерместен пілдің суретін қалай салуға болатын үйрететін. Жәлел Гераттан шығатын Ислам газетін ала келіп оқып беретін. Ол Мәриямды лашығынан, тіпті гүлдаманнан кең дүниеге байлап тұратын бірден-бір арқау еді. Тілін бұрса да келтіре алмайтын дүниедегі әр ел президенттерінің есімдері, пойыз, музей, футбол, айға ұшқан ракеталар туралы хабарлар оны қайран қалдыратын. Мәриям 14 жасқа толғанда 1973 жылы Кабулға 40 жыл билік жүргізген Закир Шах бір тамшыда қан төгілмеген төңкеріс есебінен тақтан кетіп қалған хабарында Жәлел Мәриямға жеткізетін. Закир Шах Италияда емделіп жатқанда немере інісі Дәуітхан саяси төңкеріс жасапты. Қазір Ауғанстанда монархия аударылып, жаңадан республика құрылды. Дәуітхан президент болды. Мәриям одан социалистер деген сөздің мағынасын сұрайды. Жәлел байыптап түсіндіргенмен оны Мәриямның құлағына да кірмейтін. Тыңдап отырсың ба? Иә. Ол күртесінің томпиып тұрған қалтасынан Мәриямның қарап тұрғанын байқады. Ойбу, ұмытып кетіп жаздаппын. Міне. Жәлел қалтасынан шағын қорапты алып Мәриямға ұсынды. Әр жол оны көргелі келгенде білезік, маржан дегендей кішкентай сыйлықтарын ала келеді. Мәриям қорапты ашып ішінен ай мен жұлдыз ойылған ұсақ монеталар тәрізді біртеңкелер ілінген алқан алды. Тағып көр. Мәриям алақанын тақты. Қалай, ұнады ма? Енді қаншайымға ұқсадың? Жәлел кеткен соң Нананың көзі Мәриямның мойнындағы алқаға түсті. Құмалақтан тізген қойшының алқасы бұл, деді ол. Мен олардың мұны қалай жасайтынын көргенмін. Сенің сол қадірлі әкең саған алтын әкеліп берді дейсің бе? Көрерміз әлі. Жәлел кеткенде Мәриям есік алдында оның сұлбасы көрінбей кеткенше қарап тұрады. Қайта айналып келгенше 7 күн барын ойлап көңілі құлазитын. Кештерде Мәриям қамыс төсеніште жатып, Жәлелдің Гераттағы үйі туралы қиялдайтын. Онымен дәл осы үйге бірге тұрса, үйі туралы қалай болатын елестетеді. Ол қырындағы орамал дайындап тұруды, алда-жалда бетін тіліп кетсе, оған айтуды, шайын демдеп, түймелерін қадап беріп, онымен бірге Гераттың қайнаған базарында аралауды армандайды. Жұрт оларға қарап, қараңдар, Жәлел қызымен бірге келе жатыр десе, өзін әлгі бір әйгілі ақын жерлеген терек саясына ертіп барса, қандай ғанибет. Ол күндердің бірінде Жәлелге осы армандарын айту ниетінде. Жәлел мұны естісе, өзі кеткен соң қалай сағынатынымды білсе, міне, сөзсіз өзімен ала кетеді.
басқа балалармен бірге мен де оның үйінде тұрамын деп ойлайды. Өзіме не керек екенін жақсы білемін, деді Мәриям Жәлелге қарап. 1974 жылы Мәриям 15 жасқа толғанда, көктем күндерінің бірі. Олар лашықтың алдындағы ақтеректің саясына қоюлы бүктемелі орындықта отырды. Туған күніме маған не керек екенін өзім білем. Солай ма? Деді Жәлел Мәриямның жауабына қызыққан сыңаймен күлімсіреп. 2 апта бұрын Жәлел Мәриямға өзінің кинотеатрында Американың мультфильмі қойылған жатқанын айтты. Мәриямның соңы көруге де ынтасы оянған. Әкесінің айтуынша фильмді тым өзгеше, көріністері дерлік сызба картинкалардан құралған. Фильмде мынандай оқиға баяндалатын көрінеді. Ерте заманда ойыншық жасайтын бір қария жалғыз тұрады. Қария бір балаға зар екен. Ол ағаштан ұл бала жасапты. Кенеттен сиқырдың күшімен ағаш балаға жан бітіпті. Қария мен ағаш бала көп оқиғаны бастан өткеріпті. Олар шаттық аралы деп аталатын жерге барғанда сотқақпен еске айналып қалатын көрінеді. Мәриям Файзолла молдаға бұл фильм жайында әкесінен естігендерін баяндап берген. Сіз мені кинотеатрға апарыңызшы, деді Мәриям. Сол мультфильмді көргім келеді. Алғаш баланы көргім келеді. Мәриям айналадағы жағдайдың аяқ астынан өзгеріп сала берген аңғарды. Сасып қалған әке-шешесі тынши алмай орындықтарын қозғалта бастады. Мәриям олардың бір-біріне әлде қандай түсіністікпен қарасқандарын байқады. Бұл талабының орынды болмады, деді Нана. Жәлел бар кездері ол өте мүләйім, салмақты сөйлейтін. Мәриям оның кінәлай қараған жанарынан өзіне наразы екенін біле қойған. Жәлел қипақтап тамағын қырнады. Бері қарашы, деді Жәлел. Бұл фильм онша сапалы шықпаған, дыбысы да анық емес. Оның үстіне кино қою аппараттарында ақау бар. Бәлкім шешеңді тыңдағаның дұрыс болар. Бұл қалауыңды өзгертсең қалай болады, Мәриям? Міне, деді Нана. Әкеңді де мен қостады. Олар тоған бойына барғанда Мәриям әкесіне: мені бірге ала кетіңізші, деді. Ендеше былай болсын, деді Жәлел. Сені алып кетуге адам жіберейін. Саған ең жақсы орынды таңдап қоям. Сені ұнататын тәттілерді алып қоям. Жоқ, мені өзіңізбен бірге ала кетіңіз. Мәриям, менің аға әпкелерімді шақырыңыз. Оларды көргім келеді. Олармен бірге отырып кино көргім келеді. Жәлел жеңіл күрсінді. Көзін Мәриямнан ала қашып, алыстағы тауларға телмірді. Экрандағы адамдардың беті үйдей үлкен көрінеді, деген Жәлел. Көліктер қақтығысы тура сені қағып кетердей сезінесің. Мәриям өзін балкондағы арнайы орында Жәлел және өзінің туысқандармен бірге балмұздақ жеп отырған елестетті. Туған күнімді міне дәл осылай өткізгім келеді. Әкесі оған мұңая қарады. Ертең сәскеде мені алуға келіңіз. Сізді осы жерде күтемін. Жарай ма? Ертең. Мұнда кел, деді Жәлел. Жүрелей отырып, Мәриямды алдына алып бауырына басты. Бастапқыда Нана үй ішінде жұдырығын түйіп, қинала арлы-берлі жүрді. Құдай саған сен сияқты опасыздық несіне берді екен? Су саған төккен терім құмға құйған су болды. Мені тастап кетуге дәтің қалай барады? Айт, қане, ой сатқын, жетімек. Нана өршелене түсті. Сен, миғұла, өзіңді сол үшін сонша керек адаммын деп ойлайсың ба? Үйіне апарады деген дәмеңді ит жесін. Саған айтып қояйын, еркектердің жүрегі тас бауыр. Олардың бауыры ананың құрсағы емес. Ананың құрсағы алтын, балаға пана. Саған біреудің жаны ашыса, ол мен. Мен ғана сені жанымнан артық көрем. Бұл дүниеде менен басқа ешкім жоқ. Мен болмасам, мына жалғанда ешкім қалмайды. Ешкімің. Нана Мәриямды айыптаудан жалынуға көшті. Егер сен кетсең, маған өлім ғана қалды. Маған тағы жын жабысады, талмам ұстайды. Тілімді тістеген қалпында жан тапсырғанымды көресің. Өйтпе, Мәриям, мені тастап кетпе. Сен кетсең шынымен өлем. Мәриям үндемеді. Білесің, сені жанымнан артық жақсы көрем.
Мәриям сыртқа жалғыз серуендеп келгісі келетін айтып шығып кетті. Ол Нананың жын туралы айтқандарын дерлік жалған екенін білетін. Жәлел оған Нананың біртүрлі сырқаты барын, дәрі ішсе сауығып кететін айтқан. Егер ол үйден шығып кетпесе, шешесінен неліктен Жәлел айтқан дәрігерге көрінбегенін, Жәлел әкеліп берген дәрілерді ішпегенін сұрау мүмкін еді. Басқалар өзіне не айтса да мыңқ етпес құртылып, кім көрінген күйесін жағып, кірін сүртетін қолжаулық болудан ығыры болған. Нананың қашында өміріндегі ақиқат бұрмаланып, Мәриямды өзінің бұл дүниедегі запыранына төгетін шелегіне айналдырып алған қатты қажыған айтып салу мүмкін еді. Мәриям тағы да: сіз менің қуанышқа бөленгеніммен, сіз көрмеген жақсы тұрмысты кешірумен, сізге бұйырмаған бақытқа қол жеткізгеннен қорқасыз, бақытты болғанымды қаламайсыз. Меніңше жүрегі тас, бауыры беріш адам дәл өзіңіз деуі мүмкін еді. Мәриям аулаға шығып, алысқа көш жібергенді жақсы көретін. Ол ептеп басып, есік алдындағы шалғынға келіп отырды. Төменде Герат бейне тізіп қойған манекендер көрінетін. Қаланың теріс жағында әйелдер бақшасы, Чаршук базары, оңтүстігінде ұлы Александрия бекінісінің қирандылары. Қыстақтағыларға мешіттердің мұнараларынан алып, диулардың саусақтарындай шоқшиып тұратын. Төбеде бір-екі қарлығаш ұшып өтті. Мәриям оларға қызыға қарады. Олар әп-сәтте Гератқа бара алады, қалаған жеріне қона алады. Бәлкім олар Жәлелдің үйіне кинотеатрының алдындағы ағаштарға барып қонатын шығар. Мәриям 10 тал ұсақ тасты 3 қатар тізіп, ол бұл ойынды Нанаға көрсетпей ойнайтын. Бірінші қатарға тізілген 4 тас Хадишаның, екінші қатардағы 3 тас Афсунның, үшінші қатардағы 3 тас Наргизаның балалары. Ол 4-ші қатарды қосты. Онда бір ғана тас бар еді. Ертесі таң сәрде Мәриям тізесіне түсіп тұратын сүт түсті көйлегі мен мақтарлы шалбарын киді. Басына жасыл жаулығын орады. Жасыл жаулығының киіміне жараспай қалғанда аздап ыңғайсызданғанымен, ақ жаулығы күйе жеп, түте-түтесі болғанын көріп, басқа амал құрыды. Ол сағатқа қарады. Файзулла молда тарту еткен бұрмалы қол сағатының сырты жасыл, цифрлары қара болатын. Сағат тілі 9-ды көрсетіп тұр. Ол шешесінің жазғыра шікіретін қарашығынан қатты қорқатын. Нананың оны бетсіз деп келе-келеуі, Жәлелмен бірге тұру арманның мазақ қылары анық. Мәриям жүрелеп отырды. Уақыт өткізу үшін Жәлел үйретіп қойғандай қаламды қағаз бетінен көтерместен қайта-қайта пілдің суретін салды. Белі талып, аяғы үйіп қалса да көйлегінің жиырылып қалуын уайымдап, жерге отыра кетуге батылдық етпеді. Сағат тілі 11:30-ды көрсетті. Мәриям 11 тал ұсақ тасты қалтасына салып далаға шықты. Тоған жаққа бара жатып, Нананың мүжін талдың астына қойылған орындықта отырғанын көрді. Бірақ оның өзін көрген-көрмеген біле алмады. Ол Жәлелмен жолығуға келіскен тоған бойына келді. Сеңгір аспанның әр тұсында 40 қабаттың жапырақтары тәріздес бұйра бұлттар ұйысып алып, Жәлел оған: анау бұлттар қалың, қою болғандықтан үстінен түскен күн нұры тосылып қалады да сып-сыр болып көрінеді деді. Арада біраз уақыт өтті. Мәриям лашыққа қайтып келді. Бұл жолы Нананың көзіне шалынып қалмас үшін батыс жақпен келді. Сағатына тағы қарады. Сағат 1 болайын деді. Әкем жұмыс бастадым. Қалайда шаруасы шығып қалған болу керек деп ойлады Мәриям. Ол тоған бойына қайта барды. Аспанда суылдап ұшқан құстар жалт беріп жерге қарай суылдайды. Бұта бүрген бітік шөптердің арасына сіңіп жоқ болады. Аяғы талғанша тік тұрып бақылады. Бұл жолы лашығына қайтып бармады. Керісінше балағын тізесіне дейін тұрып, суды кешіп өтті. Өмірінде алғаш рет Гератқа алып баратын иір жолға қарай беттеді. Нананың Герат жайлы айтқандары дегендей болмады.
Ешкім оны саусағымен ишаралап, қол шығарып, кемелеш деген жоқ. Мазақ қылған жоқ. Мәриям Гераттың даңғаза көшелермен жаяу жүргіншілерге, велосипед мінгендерге, қашыр жеккен арбаларға ілесіп кетіп бара жатты. Ешкім оған тас атпады, жетім деп шақырмады. Шынтуайтындай ешкім оған назар аудармады. Ойламаған жерден бұл ортада басқалар сияқты қалыпты адамға айналды. Мәриям үлкен бақшаның ортасындағы шағыл тесілге тас жол кесіп өткен жұмыртқа пішіндес көлшіктің жанында аз кідіріп қалды.